Мен бүгін сіздерге маңызды бір нәрсе айтайын деп отырмын. Кеше білесіңіздер, Астана суға кетті. Онсыз да Қазақстанда жол жағы не дейді? Жолдың сиқы анау. Жолдың сиқы анау. Бір одноразовый жол салады. Биыл салады, келесі жылы қайтадан жаңағы жолдардың бәрі қисайып суменен ағып кетіп жатыр. Депутаттардың тұрысы анау. Барлығы топтасқан қылмыскерлікпен айналысады. Депутаттардың бәрі топтасқан қылмыскерлер ғой. Бірін бірі не қылады, бірінің артын бірі жабады. Кеше көрінді, бір милиция бір неде көріп қалған, видеода, тиктокта ма қайсысында. Бір милиция мас болып жатыр, дамбалын шешіп тастаған, үстінде жаңағы погоны бар иығында. Оны екінші милиция келіп, екі милиция иығына салып, жаңағы служебный машинеге салып кетіп барады. Оған қылмыстық не қозғалмайды. Мінекей билік бастан шіріп жатыр. Сондай шірген билікке Ашаматай мен Тамара қосылып жатыр. Мінекей. Енді сонда бір жоғарыда тұрған биліктегі адамдар, депутаттар халықты не қылып жатыр? Халыққа издеваться етіп отқан сияқты. Сондықтан біз соның алдын алу үшін не істеуіміз керек? Ең бірінші мынандай жаңағы сайқымазақтарды құртуымыз керек. Мына Ашаматай, Тамара Асар дегендердің каналына, соларды менің айтарым сол екеуін тойға шақырмауын сұрайым. Бүкіл халықтан. Солардың каналдарының бәрін бұғаттап тастауларыңызды сұрайым. Соларға қарамауыңызды сұрайым. Ашаматай халыққа не жасады? Не жақсылық жасады? Ашаматай менен Тамараға бойкот жариялағым келіп отыр. Ашаматай не жасады халыққа? Қалаулымды ашты. Не қылды? Халықты былықтырды. Жезөкшенің өзі құрып бара жатырған қатындардың сана сезімін қалаулыммен құртып жатыр. Онсыз да көп жезөкшені, ona пышақ өтпей тұрған жаудың пышағын қайрап жатыр. Тамара Асар не істеді халыққа? Мен Тамара Асарды мақтамайым да, мазақтамайым да. Тамара Асар ол фонограммамен өлең айтады. Оның халыққа түк пайдасы жоқ. Бір жақсы бір халықтың жүрегінен шығатын жақсы бір екі өлең жаттап алды да, фонограммаға сызып қойды да, содан баса соны айта береді, әр тойда айтады. Одан бізге не пайда? Ол өзінің төрт куплет өлеңін жаттай алмай жүрген адамдарда не пайда? Ол осы екеуін, осы Тамара Асармен депутат болам деп халықты бізді мазақ қылып жүр ғой. Осы екеуінен бойкот жариялауды сұрайды. Мен қазірдің өзінде Тамара Асарға нелеріне бойкот жариялап жатырмын. Мен өзім оларды қарамайтын, мен блокқа тастадым олардың бәрін. Неке, осылардан бойкот жариялауыңызды сұраймын. Канал тойға шақырмауыңызды. Тойға шақырмауыңызды. Көрген кезде амандаспауыңызды. Олардан бізге түк пайда жоқ. Халыққа пайда жоқ. Халықты, егер олар депутат болатын болса, жоғарыда отырған қылмыскерлердің жалауы болады. Олардың қолынан түк келмейді. Мен ол екеуі Ашаматайда болмайды депутат. Жағы Тамара Асарда болмайды. Солар, олар болғызбайды да оларды.
бізді мазақ қылып отыр. Халықты мазақ қылып отыр. Сондықтан мен халықты билікке айдап салып отқан жоқпын. Мен өз ойымды айтып отыр. Неге Ашаматайға келсе, сізге депутаттыққа ұсынып жатырмын десе, ол айтса, мен оған сауатым жетпейді. Мен билікке бару үшін, депутат болу үшін, маған халық дауыс бере ма? Мен істеген қылығым анау деп дұрысын айтқан жоқ. Тамара Асар, сен депутаттыққа сайланасың анау мынау деген кезде, ол неге айтпайды? Менің оған сауатым жете ма? Халық мені тыңдай ма? Халықтан рұқсат сұрау керек. Менің сауатым жете ма деп. Жоқ. Кейде сахнаға шығып алып Тамара, мен екеуі бірдеңелердің бастарын ұштастырып, әне деп қазақты мазақ қылып отыр. Бізге соншама қазақты мазақ қылып отыр. Сондықтан қазақ халқы сол Тамара Асар менен Ашаматайдан бойкот жариялауыңызды сұраймын. Егер әр қазақ қарауса, сізде тойға барасыңыз да, тойға барасың. Тойға шақырып келін той болады деп шақырса, барғаннан кейін сүндет той жасап жіберсе, қалай қарайсыңдар? Бізге айтты ғой, жаңағы сайлау болады деп. Бәрі сайлауға осындай адам не қылады екен ғой, адамдар келеді екен ғой деп жиналып қарап едік. Неғылды қаяқта клоунды от шығарып жіберді. Дұрыс қой. Келін той болады деп барсақ, сүндет той жасап отыр. Бола ма сол? Мінекей. Сондықтан бойкот жариялауды ұмытпаңыздар. Басын мен өзім бойкоттан бастаймын қазір. Біз екеуімен бастап та қойдым.